Қыжылдан бір-ақ күнде құтылуға болады. Ол үшін мына 3 әдісті қолданыңыз. Қыжыл кез келген жасты мазалайтын ауру. Әсіресе тамақтан соң өңеш пен жұтқыншақтың айналасы күйдіріп жатқандай сезіледі. Оған қоса кекірік, көкірек айналасының ауруы, ауызға қышқыл дәмнің келуі байқалады. Десе де қыжыл дені сау адамда кездеспейді. Оның пайда болуына мына жағдайлар себеп болады. Артық тамақтану, түнде тамақ жеу, спиртті ішімдік, тым ыстық шай мен кофе, шоколад, цитрусты жемістер, майлы және жалбыз қосылған тағамдар тұтыну. Артық салмақ, жүктілік, темекі шегу іштің айналасын қысып байлау себеп болуы мүмкін. Одан бөлек асқазандағы қышқыл көбейгенде, асқазан немесе 12 илешектің саулығы сыр бере бастағанда қыжылмен көрініс табады. Қыжылдан құтылу үшін дәрігерлер біраз дәрілерді ұсынады. Алайда саулығыңызға да, сұлулығыңызға да өте қажет әрі пайдалы сусынды ішу арқылы бойыңыздағы мазасыздықтан арыласыз. Шырынмен емделу. 2 дана картопты тазалап жуып, қабығын аршисыз. Сосын шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынды шыны ыдысқа құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 2-3 минуттан соң крахмалы төменге түскен кезде шырынды ішесіз. Дайын шырын 10 минутқа қалып кетсе, емдік қасиеті жоғалатынын ескеріңіз. Қыжылдан құтылу үшін картоп шырынын таңертең аш қарынға ішесіз. Сосын таңғы асты 1 сағаттан кейін жеуге болады. Емделу мерзімі 10 күн. Ескеріңіз, картоп шырынын диабетпен ауыратындарға ішуге болмайды. Шөптермен емделу. 1 стакан қайнаған суға 2-3 қасық кептірілген түймедақты саласыз. Ыдыстың бетін жауып 20-25 минуттай тұндырып қоясыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, аз-аз жұтымнан ішесіз. 1 стакан қайнаған суды термосқа құясыз. Үстіне 2 ас қасық үгілген андыз тамырын салып, қақпағын мықтап жабыңыз. Шамамен 20-25 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Тұнба бір ішкеннен ақ оң әсерін береді. Алайда бүйрегі ауыратындарға бұл тұнбаны ішуге кеңес берілмейді. 20 грамм көкгүл тамырын 1 стакан қайнаған суға саласыз. Жарты сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасықтан ішесіз. Енді тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдау керек. 1 шай қасық өлген жалбыз 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жылы күйінде аз-аз жұтымнан ішесіз. 1 ас қасық толғақ шөпті 1 стакан қайнаған суға салыңыз. Стаканды ыстық суға салып, 20 минуттай булау жасау керек. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасық бал қосасыз. Дайын болған емдік сусынды жарты стаканнан 2-ге бөліп ішесіз. 1 ас қасық үгілген ақшайырды термосқа саласыз. Үстіне 200 мг қайнаған су құйып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 2-3 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, әр тамақтың алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Дәнмен емделу. Аскөк пен әніс дәнін бірдей көлемде алып, 1 стакан қайнаған суға саласыз. Тұнба салқындаған кезде сүзіп алып, аз жұтымнан ішесіз. 1 ас қасық зығыр дәнін 1 стакан қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Тұнбаны түнде әзірлеу керек. Таңертең дайын болған қоймалжыңды теңдей 3-ке бөліп, тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. 1 уыс асқабақ немесе күнбағыс дәндерін пешке салып қыздырыңыз. Жақсылап кеткен соң таңертең аш қарынға шағып жейсіз.